Ассалаумағалейкум достар, бұл видео алдыңғы 10-шы бөлімге Melodyne программасына қосымша информация ретінде болады. Жалпы музыкадан хабары бар адамдарға Melodyne программасын үйрену аса қиындыққа соқпау керек, өйткені программа түсінікті әрі ыңғайлы етіп жасалынған. Бізде кейбір ғана минустары бар, жалпы оны минус емес, нюанс деп айтсақ та болады. Бірінші айтқанда проблемасы бізде кейде екі алыс орналасқан фрагменттерді Melodyne мелодия ретінде көрсетпейді. Бізге бірақ линия қылып көрсету мүмкін. Сондай жағдайда не істеуіміз керек? Мысалы үшін, мынау жазылған дауысты тыңдап көрейік. Мысалы біз мына жерде көріп тұрсаңыздар, біз басында куплеттің екі жолы және соңғы куплеттің екінші куплеттің соңғы екі жолын алдық. Екеуінің арасындағы пауза өте үлкен негізі. Біз бұл фрагменттерді әрқайсысын бөлек-бөлек жөндемей, бірақ аудио қылып жөндегіміз келеді. Сондықтан да тыңдап көрейік басында. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған. Мінекей, бұл біздің бірінші куплеттің екі жолы және екінші куплеттің соңғы екі жолын тыңдап көрейік. Жанымды оғар жан адам, өзіңе қашан жолығам. Мінекей, осы екі аудионы қазір біз біріктіріп, Melodyne'ға импорт жасап көрген кезде көреміз қандай жағдай болатын. Мінекей, айталық, енді атын өзгертейік. Осы жерге мысалы біз 5-5-5 деп қойайық. Енді екеуін біріктіреміз. Жоғары жақта аудиоға кірсек, Bone Selection, менде бұл горячий клавишқа ілініп тұр. Осыны бас жерсем, мінекей, екі фрагментті бізге біріктіріп берді. Енді осы аудионы біз Melodyne'ға тартып көрейік. Мінекей, импорт жасаймыз. Жаңағы аудиомыз мінекей 5-5-5 деп тұр. Осыны тартсақ. Мінекей, Melodyne бізде бұны мелодия ретінде көрсетіп тұрған жоқ, бізге бір ғана линия қылып көрсетіп тұр. Бізге бұны алгоритмі перкуссионный элемент ретінде көрсетіп тұр. Көп жағдайда жаңадан үйреніп жатқан адамдар түсінбеуі мүмкін, неге бұлай болып қалды деп. Бұл ешқандай проблемасы жоқ, тек қана бұл бізде Melodyne алгоритмі дұрыс емес етіп көрсетіп тұр. Бұндай жағдайда біз жоғары жақта алгоритм деген жазуға кіреміз. Міне алгоритмға кірсек, мінекей бізде перкуссив деп көрсетіп тұр. Melodyne бұны перкуссионный элемент ретінде бізге көрсетіп тұр. Енді осыны мелодикқа өзгертіп жерсек, мінекей редактик дегенді басамыз. Міне енді біздің фрагменттер кәдімгі мелодия ретінде, нота ретінде бізге көрсетіп тұр. Кейде бізде мынандай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Бір аудионы тартқан кезде Melodyne алгоритмі мінекей осылай көрсету мүмкін. Нота ретінде көрсетіп тұр, бірақтан бізге дублировать етіп, полифонический звучание көрсетіп тұр. Бұндай жағдай көбінесе акустикасы жасалмаған бөлмелер, жаңғырығы бар бөлмелерде жазылған кезде бізде алгоритмі, Melodyne алгоритмі осылай көрсетеді. Тура солай жаңағы көрсеткендегідей, бұл жағдайда да біз алгоритмға кіреміз, қайтадан мелодикті басып жерсек, редактикті басамыз. Енді мінекей бізде қайтадан өзінің орнына келеді. Бізде монофонический мелодия ретінде көрсетіп тұр. Енді біз кез келген манипуляция жасап, дауысты жөндей аламыз, достар. Мінекей, бұл нюанс ешқандай проблема емес. Бұл жалпы Melodyne программасының өзінің бір сондай алгоритмі. Кейде дұрыс көрсетпей қалады, өкінішке орай. Келесі вокалды ритммен жөндеу. Жалпы Melodyne'ды жақсылап меңгеріп алған соң, достар, мен сіздерге кеңесім, вокалды ритмға қойып жөндесеңіздер, өте жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Өйткені вокалда бізде неше түрлі микромелизмдер болады, кешіп қалған жері болады, озып кеткен жерлер болады. Соны нақты қандай жерде проблема болып тұрғанын білу үшін ритмға қойған кезде соның барлығы анық көрініп тұрады. Енді осы бір проектіні біз ритмға салып көрейік. Сіздерде тура осылай Cubase-те ритмға қойып запись жазғаннан кейін
әртүрлі фрагменттен құрап қай жері жақсы, қай қайырмасы жақсы, қай куплеті жақсы деп жинап алғаннан кейін міндетті түрде біз вокалды темптің такттың басынан басталатындай етіп дайындап алуымыз керек. Мінекей бізде вокалымыз тура такттан басталып тұр, және осы проекттің темпі бізде 124 BPM-ге тең болып тұр. Енді осы аудионы біз Melodyne'ға салып көрейік. Новый проект Melodyne'да. Енді осылай Melodyne ашылған кезде, жоғары жақта көрсетіліп тұрған бізде метрономның белгісі тұр. Осы белгіге біз басып жерсек, мінекей жанынан бізде темптің санын көрсетеді. Енді осы жерден біз жаңағы проекттің темпін жаза аламыз. Жаңа Cubase бізде 124 деп көрсетіп тұрды, енді тура сол санды осы жерге енгіземіз. 124 деп жазамыз, және метрономды әзірше өшіре тұрамыз. Енді жаңағы аудиомызды біз импорт жасап көреміз. Импорт жасаймыз. Мінекей қыз вокал деп белгілеп қойғам. Осыны біз тарта саламыз. Мінекей енді біздің вокалымыз тура темптен басталып тұр, және біз метроном қойып тексере аламыз. Метрономды қосу үшін жоғары жақта белгіні басып жерсек, метроном қосылады. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан. Мінекей ритммен қойылып тұр. Енді біз сеткаға қарайтын болсақ, бізде төрттік ноталық сетканы көрсетіп тұр. Осы сетканы біз өзгерте аламыз. Өйткені біздің ноталарға қарайтын болсақ, бізде әр жерден көтерілген жіптері бар. Бұл ноталардың қай жерге кеткенін көрсетіп тұр. Бірақ біз нақты біле алмаймыз, бұл қандай нотаға кетіп тұр. 8-дік нотаға кетіп тұр ма, әлде 16-лық нотаға кетіп тұр ма, әлде 32-лік нотамен бір мелизм кетіп тұр ма. Соның барлығын білу үшін, мынау оң жақта нотаның белгісі тұр. Осы нотаның белгісіне мышканың оң жағын басып жерсек, мінекей бізде ноталардың ұзақтығы көрсетіліп тұр. Осы Melodyne'да ашқан кезде бізде ылғида төрттік нотамен көрсетіп тұрады. Сетканы төрттік долялармен көрсетіп тұр. Енді осы доляларды біз өзгерте аламыз. Біз 8-дікке қоя аламыз. 8-дік нотаны бассақ, мінекей біздің сеткамыз долялары 8-дік нотамен көрсетіп тұр. Бірақ мен сіздерге ылғида 16-лық нотамен жөндегенге кеңес берем. Өйткені әрбір нюанстарды біліп тұрасыздар қай жерде не болып жатқанын. Мінекей 16-лық нотаны бассаңыздар, мінекей біздің сеткамыз көрсетіп тұр 16-лық доляларды. Енді біз әрбір фрагменттің қай жерде қалай кетіп жатқанын біле аламыз. Мысалы үшін, бастапқы бірінші нотаға қарайтын болсақ, бізде мінекей 8-дік нотамен келгендағы 16-лық нотаның долясымен жоғары қарай бізде бір мелизм кеткен. Біз енді осы жерін кесіп жөндей аламыз. Міне кесіп жеріп, орнына қоя аламыз. Тыңдап көрейік. Көздерің нұрдан. Мінекей бізде мына жерде фальш кеткен. Осын жоғарыға қойып, және бізде жібі төмен қарай 16-лық нотамен төмен қарай бізде нотаны көрсетіп тұр. Осы жерді біз кесіп қоя аламыз. Мінекей кесіп жерсек, өзінің орнына келеді. Енді ары қарай тыңдай береміз. Көздерің нұрдан тараған. Мына жерде бізде түсіп кеткен. Бұл енді Melodyne кейде дұрыс нотаның өзіне жақын жерге тартып жібереді. Немесе жоғары тартады, немесе төмен тартып жібереді. Осыны орнына қоя қойсақ, бізде нотамыз дұрысталады. Көздерің нұрдан тараған. Бірақ мына жерде бізде вибрациясы көп болып тұр. Осы вибрацияны шамалы алып жерсек болады. Осыны белгілеп алып, вибрацияны тартып жерсек, мінекей вибрациясы орнына келеді. Және вибрациясының волнасын шамал азайтамыз. Көздерің нұрдан тараған. Мінекей енді орнына келді. Мінекей мына жерден қарайтын болсақ, міне такт басталатын жерден, бізде 4 деген такта басталатын жерден, бізде нотамыз шамал ғана бір озып тұр. Ондай жерлерді жөндеу үшін біз мына инструментті таңдаймыз. Time Tool деген инструментті таңдап, және альтты басып, мінекей осы сеткаға келтіре аламыз. Және келесі нота бізде шамалы қалып тұр. Мінекей осындай манипуляциялар жасап, біз әрбір нотаны өзінің орнына қойып шыға аламыз. Бұндай микро
ритмдар, микромелизмдар аса бір тыңдаған кезде құлаққа естілмейді, бірақ тікелей мелодайнға салып жөндеген кезде әрбір нюансты қалай естіліп жатқанын біз нақты біле аламыз, достар. Бұл ешқандай қиын емес. Бұны әбден мелодайнды меңгеріп алған кезде мен сіздерге тағы да айтарым, кеңесім міндетті түрде темпке қойып жөндеңіздер, достар. Сол кезде өте жақсы нәтижеге қол жеткізесіздер және клиенттеріңіз көп болады. Келесі бізде, достар, мелодайн проекттің ішінде, бір проекттің ішінде бірнеше дауысты жөндеу. Ол қалай десеңіздер, бізде мелодайн ішінде ондай функция бар. Біз астына тректерді ашып, бір проекттің ішінде бірнеше дауысты жөндей аламыз. Мысалы үшін дуэт айту мүмкін. Сонда сіз әрқайсысын бөлек-бөлек жөндеп, әрқайсысын бөлек экспорттап отырмас үшін бір проекттің ішіне екі дауысты да жөндеп жүрге болады. Немесе трион да жөндеп жүрге болады. Кішігірім хор, мысалы 8 адамнан құралған сондай вокалдардың барлығын бір проектке салып жөндеп жүрге болады, достар. Ол үшін мысалы осының ішіне бір екі дауыс тартып көрейік. Файлға кіріп, мысалы бірінші дауысты тартып алып, мінекей айталық, біз осы дауысты бірінші тректі деп көрсетіп тұр. Осы бірінші тректегі дауысты біз жөндеп тастадық. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан. Мінекей, енді тура осының астына біз екінші айтқан адамның дауысын тура осы тректің астына аша аламыз. Қайтадан файлға кіріп, импорт жасаймыз аудионы. Мінекей, екінші аудионы тартып жіберсек, мінекей, енді бізде екінші трек ашылды. Бірақтан бізде екінші тректің мелодиясын әлі көрсеткен жоқ. Өйткені бізде бірінші тректе мынау жоғары жақта көрсетілген екі белгі тұр, біреуі сұр болып тұр, біреуі оранжевый болып тұр. Осы оранжевый басқан кезде бізде активированный болып тұрады сол тректің мелодиясы. Екінші тректің мелодиясын ашу үшін біз екінші оранжевый белгіге басып жерсек, бізде біріншісі автоматтық түрде өшетті, екіншісі қосылады. Мінекей, енді екінші адамның вокалы ашылды. Көздерің нұрдан тараған. Қайтадан қайтару үшін біз қайтадан біріншісін басып жерсек, енді бірінші адамның вокалы естіледі. Көздерің нұрдан тараған. Енді қараңыздар, достар. Біз жаңа осы айталық бірінші тректегі адам дауысын жөндеп қойдық. Енді екінші адам дауысын, айталық екеуі унисон айтқан болса, біз екінші адамның вокалына бас жереміз мынау белгіге. Енді бірінші вокалдағы ноталарды біз артынан фон ретінде көрсетіп қойымызға болады. Жалпы сол бірінші вокалдың мелодиясы сурет ретінде көрсетіп тұрады. Ол жағдайда біз мынау сұр белгіге басамыз. Бірінші тректегі сұр белгіге басып жерсек, мінекей, астынан бізде сұр болып ноталар, жөнделген ноталар көрсетіп тұрады. Енді бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Тура сол ноталарға, бірінші ноталарға біз екінші адамның вокалын қойып шықсақ болғаны. Көздерің. Мінекей, әрбір нотаны өзінің орнына қойып шықсақ, екеу бірдей айтады. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан. Мінекей. Және тура осылай кешіккен жерлерін, мысалы біз бірінші вокалда түгел нотасын, ритмін жөндеп шықтық. Екінші вокалды да тура солай енді әрқайсының өзінің нотасына, жаңағы артындағы тұрған сұр ноталарға қойып шықсақ, өзінің орнына тура келе қалады. Көздерің нұрдан тараған. Мінекей, мына жерде мысалы сәл кешіп қалды. Осын тартып жүрсек, мінекей, өзінің орнына келе қалады. Көздерің нұрдан тараған. Мінекей, тура осындай манипуляциямен бірнеше дауысты бір проекттің ішіне жөндеп жүрге болады. Трионды жөндеп жүрге болады. Мысалы, қайырмасында барлығы бірдей айту мүмкін. Сондай кезде әрқайсысын бөлек-бөлек жөндемей, бір проекттің ішіне жөндеп, экспорттап жерсеңіздер болады, достар. Әрқайсысы бөлек-бөлек түседі, достар.
сондай. Енді достар, біз бір вокалдан бірнеше вокал жасап көрейік. Кейде кейбір әншілер терция ұстай алмайды. Немесе терция төмен ұстай алмайды, терция жоғары ұстай алмайды. Жалпы былай айтқанда бэк вокалын айта алмайды. Сондай кезде біз бір вокалдан бірнеше дауыс жасап, бэк вокалын жасап бере аламыз. Мысалы, мынау бір әнді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан, бір түрлі бояумен қайталанған, сол қала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқадам. Мінекей, осы фрагментті біз жөндеп көрейік, және осы бір дауыстан біз бірнеше дауыс жасап көрейік. Осы вокалды біз қазір Melodyne ішіне импорт жасап көреміз. Мінекей, импорт жасаймыз. Жаңағы аудионы тауып аламыз. Міне ZZZ1 деп қойғам. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан, бір түрлі бояумен қайталанған, сол қала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқадам. Жалпы вокалы тура дұрыс түскен ноталарға, бірақ кей жерлерінде ғана бізде бір микрофальштар бар, солардың бәрін орнына қойып шығайық. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан, бір түрлі бояумен Қаттай чыртты, я? түрлі бояумен қайталанған, сол қала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқадам. Енді осы дауыстан біз терция жасап көрейік. Оны жасау үшін біз жоғарыда көрсетілген бірінші трекке мышканың стрелкасына апарып, мышканың оң жағын бассақ, осындай список шығады. Осы списоктың ішінде бізге дубликат трек деген керек. Осыны басып жерсек, мінекей бізде дубликаты создаваться етті. Бірақ бізде дубликатын көру үшін біз осын активировать ету керекпіз. Мінекей активировать етсек, бізде бәрібір тура сол нотаны көрсетіп тұр. Өйткені бұл унисон болып тұр. Енді қараңыздар, бірінші основной дауыстағы вокалды біз сұр белгімен белгілеп қоямыз. Бірақ сонда да көрсетпейді, өйткені унисон болып тұр. Астындағы нотаны көру үшін біз бүкіл ноталарды белгілеп жоғары көтерсек, мінекей астында сұр белгімен көрсетіп тұр. Бұл жөнделіп қойған дауыс, бұл основной дауыс, основной вокал. Енді осы основной вокалға біз терциясын жасап көреміз. Мінекей басында бізде ля, основной нотасы өзі ля болса, біз доға көтердік. Енді тыңдап көрейік. Тағы да Жоқ, до диез екен. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан, Орнына келді енді. бір түрлі бояумен қайталанған, Мына жерде до диез қайтадан. бір түрлі бояумен қайталанған, Жоғары көтеретін сияқтымыз. бір түрлі бояумен, Жоқ, астыңғысы. бір түрлі бояумен қайталанған, сол қала таныс Мына жерде жарттан төмен. айнала, Бізде соль диез бол керек екен. таныс айнала, дәптерге жазыл, Екеуі бізде фа диез бол керек екен. дәптерге жазылғандай арқа. Мына жерде до диез. Енді басынан тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан, бір түрлі бояумен қайталанған, сол қала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқадам. Мінекей, бір дауыстан біз екі дауыс жасадық. Енді біз үшінші дауыс жасап көрейік. Үшінші дауысын бірақ біз төмен түсірмей қоямыз. Біз октава төмен бір дауыс жасап көрейік. Тура солай жаңағы бірінші трекке алып барамыз стрелканы, мышканың оң жағын басамыз, қайтадан дубликат трек жасаймыз. Енді біз осы дубликат жасаған тректің ноталарын активировать етеміз. Қайтадан оранжевый белгіні басамыз. Енді барлығын белгілеп,
бізде до диезді көрсетіп тұр. Осы до диезді октава төмен до диезге қоямыз. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен қайталанған, солғала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқада. Мінекей, бір дауыстан енді екінші дауыс пайда болды. Екі дауыс пайда болды. Енді тура осылай біз тағы да бір дауыс жасап көрейік, бірақ октава жоғары жасап көрейік. Қайтадан бірінші трекке алып барамыз. Өйткені бірінші тректе бізде основной вокал, оған тиіспейміз. Мышканың оң жағын басамыз. Қайтадан дубликат трек создавать етеміз. Енді осы дубликатты активировать етеміз. Енді осы жердегі ноталарды біз октава жоғары қоямыз. Бізде до диез деген нотада тұр. Енді осы до диезді біз октава жоғары до диезға қоямыз. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен қайталанған, солғала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқада. Мінекей, қазір дыбыстардың барлығы қатты естіліп тұрғаннан кейін бізге кішігірім жағымсыз естіліп тұрған сияқты. Қазір осының барлығын экспорттап Cubase-ның ішіне салып көреміз, және Cubase-тен осы жасалған дыбыстардың барлығын, жасалған вокалдың барлығын дыбысын бәсеңдетеміз. Сонда барлығы үйлеседі. Енді осы жасаған дауыстардың барлығын біз экспорттаймыз. Файлға кіреміз. Мына экспорт деп көрсетіп тұр. Экспорттың жанында бізде горячий клавиштің белгісі тұр. Mac'та ол Ctrl-E, Windows'та Ctrl-E. Осыған бас жерсек, немесе клавишта Ctrl-E-ні бас жерсеңіздер, мынандай окошко шығады, және экспортты басамыз. Енді осы жерге біз сақтап жібере саламыз, өзінің папкасына сақтап жібере саламыз. Мінекей, экспортталды. Енді Cubase-ті ашамыз. Енді осы жерге жаңағы жасаған дауыстардың барлығын импорттаймыз. Мынаны әзірше удалить ете салайық. Енді жаңағы дауыстарды импорт жасаймыз. Мінекей, біздің жасаған дауыстар, бірінші основной вокал, одан кейін мінекей жасаған жаңағы терция дауысымыз, және октава төмен, октава жоғары. Different трек дейміз. Осылай көп вокалдар тартқан кезде Cubase-те сұрайды, бір трекке барлығын қойып берейін бе, әлде бөлек-бөлек трекке қойып берейін бе деп сұрайды. Сондай кезде бірнеше дауыс болса, біз міндетті түрде different трек дегенді басамыз. Мінекей, біздің вокалдың барлығын түсіріп берді әр трекке. Бірақтан біздің основной вокалымыз төмен түсіп кетті. Бұл негізі жоғары тұру керек бізде. Бұны әзірше былай қойып қоямыздағы. Үш дауысты төмен түсіре саламыз. Основной вокалды өзінің орнына қоя саламыз. Енді тыңдап көрейік. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен Қазір біздің жасалған вокалдарымыз қатты шығып тұр, жағымсыз естіліп тұр. Осының барлығын дыбысын бәсеңдетейік. Енді тыңдап көреміз. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен қайталанған, солғала таныс айнала, дәптерге жазылғандай арқада. Мінекей, бір дауыстан біз бірнеше дауыс жасай аламыз. Құр өзін тыңдап көрейік соліні. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен қайталанған, Енді жаңағы жасаған дауыстармен бірге. Тағы да бір күн қайтадан бір түрлі бояумен қайталанған, солғала. Мінекей достар, осылайша бір дауыстан бірнеше дауыс жасай аламыз. Жалпы Melodyne'ның функционалы шексіз достар. Еш қорықпай эксперимент жасап, осылай неше түрлі варианттарды жасауға болады достар. Енді осы 10-шы бөлімді қорытындылайтын болсақ достар, мен сіздерге кеңесім, міндетті түрде запись кезінде тональностьны ыңғайлатып таңдап беру керек. Бірнеше рет дайындап алып болған соң, одан кейін барып запиське кіріссеңіздер болады. Запись кезінде мұқият тыңдап отырып, қай жерде қандай қателік кетіп жатқанын байқап, қайта сол жерін жазғызып, мысал үшін бір жерінде ритмға түспей жатады, нотаға түспей жатады, әннің характерін бере алмай жатады, сондай жерлерін тоқтап қайта айтқызып, жақсы деген дубльдарды жинап жөндесеңіздер,
жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Қалай болса солай жаза салып, ертеңгі күні мелодайнмен жөндей салам деген сіздерде подход мүлдем болмау керек, достар. Өйткені мелодайн бізде сиқырлы программа емес, дауысты өзгеріске ұшыратып жіберуі мүмкін. Мелодайнда жөндеп отқан кезде жаңағы инструменттердің арасында қимылдау, әрі мынау клавиштегі азғантай ғана басатын басқыштар бар. Солардың арасында тез-тез қимылдап, практика жүзінде ылғи жасап жүрсеңіздер, бұның барлығы автоматтық түрде сіздердің қолдарыңыз тез-ақ үйреніп алады. Енді үйреніп жатқан адамдарға сәл қиын болып көрінуі мүмкін, бірақтан музыкадан хабар бар адамдарға мынау программа өте оңай әрі жеңіл, бәрі түсінікті программа. Сондықтан да достар, еш қорықпаңыздар, сіздердің қолдарыңыздан барлығы келеді, достар. Мен каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп жатқан жандарға барлықтарыңызға алғысым шексіз, достар. Бұдан да жақсы видеолар алда шығады. Сұлусың қандай, бейне аспандай, мөлдір көзіңе қарай, таңғаламын бай. Саған дейін өз дүние, бірден толды сені